Сәлем достар, сіздермен Ақерке Қасым. Кәріс сериалдарының бірінде көбінесе тұтынып жүретін осындай корн-дог дайындайтын боламыз. Сырдан және сосискадан жасалынады. Өте керемет, дәмі супер болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге осы ингредиенттер қажет болады. 2 жұмыртқа, сосиска, сыр, шпяшка, сүт, ұн қажет. Ұнымызға осылай сухой разрыхлитель тұзымызды және 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне сүтімізді салып, құйып, одан кейін жақсылап араластырып, дәл осындай массаны шығарамыз. Одан кейін ыңғайлы осы ыдыстарыңызға салып аласыздар. Менде сыр кішкене ғана үйде бар болғаннан кейін сырмен де жасап көрдім. Және де сосискаларымызды осылай бүтін күйінде қалдырамыз. Міне дәл осылай жартысын сосиска, жартысын сыр қылып спяшкаға осылай жайғастырып шығамыз. Және де жаңағы массамызға осылай батырып аламыз да, осылай сухарийімізге, панировочный сухарий дейді, соған осылай қаптап шығамыз, және де қызып тұрған табамызға пісіріп аламыз. Екі жағында қызатып, жанын екі жағын қызартып аламыз. Пішініне мән бермеңіздер, осылай сұйық болғаннан кейін кішкене формасын ұстауы қиын. Міне менің корн-догым дайын болды. Сіздерге ұнаған болса, сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеом ұнады деген ойдамын. Маған тіркеліп, лайк, комментарий білдіріп, қолдап кетіңіздер.